Армысыздар, құрметті көрермендер. Көпшілігіңіздің сұрауыңыз бойынша организмді қоқыстар мен токсиндерден қалай тазартуға болады деген сауалға жауап іздеп көрген едік. Ең тиімді әрі үйде жасауға оңай тәсіл бұл жапондық тәсіл болып шықты. Аталған жапондық әдістің арқасында бойыңыздағы шлактардан, бактериялардан, шаршаудан, әлсіздіктен, жағымсыз энергетикадан құтыла аласыз. Тіпті теріңізде пайда болатын бөртпелер мен ісінулерді де жапондық тәсіл алдын ала алады. Жапондықтар бұл тәсілді атам заманнан бері қолданып келеді. Дайын болсаңыз, ең алдымен әдеттегі кір жуатын ыдысқа бір жерде бұны леген деп атаса, бір жерде тазик деп атайды. Сол ыдысқа жып-жылы су құямыз. Оған небәрі екі нәрсе ғана қосамыз. Бір қасық үмбір ұнтағын. Үмбір ұнтағын дүкендерден, дәріханалардан сатып ала аласыз. Және бір стақан сутек асқын тотығы, яғни перекис водороды құямыз. Аталған екі затты да кез келген дәріханадан оңай табуға болады. Екі затты қосқаннан кейін суды жақсылап араластырамыз. Енді аяғымызды салып, шамамен жарты сағаттай отырамыз. Көз алдыңызда аяғыңыздан барлық микробтар мен токсиндер, шлактардың шыққанын көретін боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.